Сәлем оқушылар, бүгін сендермен қоспа есебінің екінші бөлімін өтеміз. Яғни сендер осы уақытқа дейін қоспа есептерінің былай айтқан кезде, яғни реакцияға дейінгі екі металл немесе элемент берілетін болса, олар міндетті түрде біреу әрекеттеспейтін еді, соны өттіңдер. Ал енді біреу әрекеттеспеймес, бұндай есептердің бірінші типінде екі заттың екеуі де, яғни екеуі де берілген затпен әрекеттеседі. Яғни мына жерден қарап отырсаңдар, бұндай есептер жүйесі бізде көбіне теңдеулер жүйесімен шығады. Теңдеулер жүйесімен келетін есептердің тестті келуі мүмкін. Сендерге нұсқаларын осылай екі типке бөліп көрсеттім. Яғни мына жерде қарап отырсаңдар, қалыпты жағдайда көлемі 1 литр, мына жерде СО, яғни бұл иіс газы деп аталынады. Және бутен газдары қоспасының массасы 2 грамм дейді. Яғни бұл жерде осы қоспадағы бутен газының көлемдік үлесін табыңдар дейді. Бұл есепті шығару үшін біз міндетті түрде мына сөздермен мән береміз. Қалыпты жағдайдағы деген сөзге, және қандай газ, ол бірінші иіс газы және бутен газы, яғни бұл жерден біз ішіндегі бутен газының несін табу керекпіз? Көлемдік үлесін, яғни оның процентпен санағанда қанша екенін білу керекпіз, Енді ол үшін біз міндетті түрде не істейміз? Осы екі газды жазайық, СО мен және бутен деп отырған С4H8. Осы екеуінің көлемі 1 литр екен. Яғни осы екі газдың көлемі 1 литр. Және олардың массалары, масса СО және масса бутен газы екеуінің массамен санағанда ол 2 граммға тең. Осы екеуін бізге массасын беріп тұр, Енді бізде қалыпты жағдайдағы көлемі деген сөзге мән береміз. Біз қалыпты жағдайда көлемін мына формулалар қанша, яғни В тең зат мөлшері көбейтілген қалыпты жағдайда ВМ. Осы формула бойынша біз оның несін тауып аламыз? Бұл жерден, яғни СО-ның бізде көлемдік көлемін тауып аламыз. Яғни зат мөлшері бізде X қой, бізге белгісіз зат мөлшері. Ал ВМ бізде СО бізде қаншаға тең? Ол 22,4 литрге тең. Яғни біз қалыпты жағдайда 1 моль газ ол 22,4 литр көлем алады деген бізге белгілі. Егер СО-ны X деп белгілейтін болсақ, ал біз бутен газын, яғни С4H8-ді Y деп алайық. Сол кезде Y көбейтілген, ол да бізде қалыпты жағдайда 22,4 литр, себебі бұл тұрақты шама өзгермейді, 22,4 литрге тең болады, Осы жерден теңдеулер жүйесін құрайық, яғни СО-ны біз былай құрамыз, яғни бұны X, яғни СО-ны X дедік қой, ал біз бутенді Y деп белгіледік. Яғни олардың көлемдерінің қосындысы бізге 1 литрге тең. X плюс Y тең 1 литр дейміз, яғни ол бізде 22,4 X болды. Біріншісінде қарап отырсақ, 22,4 X және 22,4 Y тең болды, Ол бастапқыда былай болды, міне, жаққа жазайық. 22,4 X плюс 22,4 Y болды ғой. Осы екеуінің көлемі 1 литрге тең. Ал егер оның массалары бойынша есептейтін болсақ, онда біз массаларын не деп айтамыз? Мысалы, ол жерден біз СО-ның массасын тауып аламыз. Давайте СО-ның мәнін тауып алайық. Мына жерге жазайын, MrSO ол бізде 12 плюс 16, ол нешеге тең? 28 грамм мольге тең. Значит, мен бұл жерде 28X деп белгілеймін. 28X плюс, мына жақтан, егер мен екінші бутенді табатын болсақ, С4H8, яғни 12-ні 4-ке көбейтіп, оған 8-ді қосам. Сода бұл 56-ға тең болады, 28X плюс 56Y тең нешеге болады? Массасы оның 2 граммға тең еді. 2 грамм деп жазам. Осы теңдеулер жүйесінен, мына жерде барлығында бірдей сан 22,4 болғандықтан, мен осы теңдеудің, мына бірінші теңдеудің барлығын 22,4-ке бөлем. Сонда менде теңдеулер жүйесінде қалай қалады? 22,4 X, яғни 22,4-ке бөлгенде только X қалады, және екіншісі 22,4-ке бөлгенде Y қалады. Сонда X плюс Y тең, ол 1-ді 22,4-ке бөлгенде ол қаншаға тең болады?
44-ке тең болады. Екінші теңдеуде бұл жерде ешкеуінде де бірдей бөлінетін нәрсе жоқ. Просто мына жерде x-тен мына жақтан x-ті тауып аламыз да. Яғни бірінші теңдеуден бұл қаншаға тең болады? X тең 0,044 азайту y. Осына барып екінші x-ке қоямыз, мына x-қа. Мына жерге апарып. Давайте осы жерге қойған бойынша осы жерге жаза берейін. 28 жақшашылған 0,044 азайту y тең және плюс 56y. Сендер бұны алгебрадан неден өтіп жүрміз ғой, табу керектігін. Мына 2 грамм. 28-ді 0,44-ке көбейткенде 1,125. Одан біз 28y-ді азайтамыз, я? Себебі біз бірінші нені көбейттік? 28-ді 0,44-ке көбейттік. Сосын екінші 28-ді y-ке көбейтеміз. Сосын y-тарды бір жерге топтастырамыз. 2 болады. Енді 28-ді мына жер y-тар топтастырғанда 28-ден 26 алғанда бізде 28y шықты. Енді 2-ден бізде 1,25 алған кезде ол бізде 0,75-ке тең болады. Осы жерден y бізде қаншаға тең болады? 0,027-ге тең болады. Енді бұл y-тің мәнін біз қай жерге апарып қоямыз? Жаңа y табылған біз мына жерге апарып қоямыз, y-тің орнына. Яғни 0,027-ні нешеге көбейтеміз? 24-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде қанша шығады? 0,07-ні 24-ке көбейткен кезде, 22-ні 14-ке көбейткен кезде 0,16 литр шығады. Бұл біздегі ненің көлемі? Бутен газының көлемі. Енді бутен газының көлемін біз оны, яғни бутен газының көлемін біз егер оны 1 литрді ішінде 0,16 литр бутен болса, біз екі жақты дедік қой, мынау 0,16 литр болатын болса, онда біз мынау примерно 0,14 литр. Бұл енді біз көлеммен санаған кезде, ал енді біз процентпен есептейтін кезде, біз оны қалай есептейміз? Яғни 1 литрді егер пропорция бойынша істейтін болсаңдар, 100% деп аламыз. Себебі бізді толық, бұл 100% бойынша ол 1 литр бізде толық көлем. Ал енді біздегі 0,16 литр бутен газныкі ол x%. Осы жерден біз x%, яғни оның қанша екенін білеміз. Бірді 0,6-ға көбейтіп, 6-ға көбейтсек, 0,6-ны 100-ге көбейтіп 1-ге бөлсек, ол бізде 60%. Яғни мына екі газдың бізде С4, H8 және СО деген екі заттан құралып еді ғой. Осы жерде мынау 60% болса, бізде мынау 40%. Яғни бізде 40% керек емес, бізде тек қана бутен газын сұрайды. Егер сендер есептің шартында, кейбір есептерде СО газының көлемін сұрауы мүмкін. Сол үшін де мұқият болыңдар. Не сұрап тұр, яғни бутен газын сұрап тұр ма? Біз жауабында 60 деген вариантты белгілейміз. Сонда оның жауабы 60% деген жауапқа сәйкес болады. Екінші типті есептерде бұл жерде темір мен магний металдардың қоспасы берілген, екеуі де тұз қышқылмен әрекеттеседі. Сондықтан біз бұны теңдеулер жүйесімен шығарамыз. Енді бұл жерде ескеру керек нәрсе қалыпты жағдай және оның массасы, екі металдың темір және магний берілген. Екеуі де тұз қышқылмен әрекеттеседі. Біз осы уақытқа дейін екі металдың біреуі әрекеттеспейтін жағдайда есеп шығарып едік. Енді темірді ашқылмен әрекеттескенде темір хлориді түсіреді және сутек түзіледі. Алдына 2 қоямыз. Магний тұз қышқылмен әрекеттескен кезде магний хлор 2 және сутек бөлінеді. Енді бұл жерден біз қараймыз. Жалпы қалыпты жағдайдағы 6,172 литрді біз жаңа бірінші бізде формула бар еді, В тең N көбейтілген ВМ деген. Осы көлемнің қалыпты жағдайдағы көлемнің формуласы бойынша біз осы жерден зат мөлшерін тауып аламыз. Яғни зат мөлшерін табу деген сөз, яғни көлемді қалыпты жағдайдағы көлемге бөлу. Мына көлем есептің шарты бойынша берілген көлем, ал ВМ ол бізде 22,4 литр, шатаспаймыз. Сол үшін біз міндетті түрде 6,172 литрді бөлеміз 22,4 литрге. Ол жерден 0,3 моль шығады. Яғни 0,3 моль ол сутектің бізде несі? X. Яғни біз темірді X дейтін болсақ, оның 0,3X болмай ма? Сутектің көлемі. Ал магний бізде Y болатын болса, ол бізде 0,3Y-ге тең. Енді бұлардың көлемдерін біз тауып алдық. Енді массасы бойынша біз оларды сәйкес теңдеулер жүйесін жазайық. Біріншісінде, яғни X плюс Y бұл тең 0,3 моль, моль саны бойынша. Ал егер массасы бойынша болатын болса, онда біз темірдің атомдық массасы қанша екенін білеміз? 56.
Ал магнийдікі ол бізде нешеге тең? Магнийдікі ол 24-ке тең. Сондықтан да мен мына жерде 56х тең. Себебі мына 56 темірдік, а мынанікі 24. 56х плюс 24y тең 10,4 грамм болады. Не үшін 0,3 қойған жоқпыз? Себебі массасы бойынша ол екеуінің массасының қосындысы 10,4 граммға тең. Енді ары қарай осы теңдеулер жүйесінен x-ті тауып алайық. X тең 0,3 азайту y. Осы жерге x-ті орнына апарып қоямыз. 56 көбейтілген 0,3 азайту y қосу 24y тең 10,4 тең. 56-ны 0,3-ке көбейткенде қанша болады? Бізде ол 56-ны 0,3-ке көбейткенде 16,8-ге тең болады. Азайту 56-ны y-ке көбейткен кезде ол 56 y-ке тең болады. Все, біз жақшаны аштық, одан кейін ары қарай уже y-тарды бірге топтастырамыз. 56-тан 24 y-ті алсақ 32 y болады, ал 16,8-ден 10,4 алған кезде ол бізде қаншаға тең болады? 6,4-ке тең болады. Енді y табайық, осы жерден 6,4, яғни 32-ке бөлсек, ол бізде 0,2 мольге сәйкес келеді. Бұл жерден y-ті тауып алдық, y-ті енді темірді біз 56x дедік қой, ал магнийді 24 y дедік. Осы жерден y-ті орнына қойып, яғни 24-ке 0,2-ні көбейту арқылы біз магнийдің массасын тауып аламыз. Яғни бұл жерде магний 4,8 граммға тең. Енді жалпы 10,4 темір мен магний, яғни темір и магнийдің массасы екеуінің қосындысы 10,4-ке тең болды. Магнийдікі бізде 4,8 грамм екен. Ал енді біз ол арқылы біз темірдікін таба аламыз ғой. Яғни 10-нан 10,4-тен темірдікін табу үшін не істейміз? 4,8-ді азайтамыз. Сол кезде ол қаншаға тең болады? 5,6 граммға тең болады. Бізде әр қайсының деп тұр. Тек қана егер бір металды сұрайтын болса, онда біз жауап бойынша магнийдікін, либо темірдікін жасап қоятын едік. Ал бұл жерде екі элементтікін де табу керек. Бұсында темір 5,6 граммға тең, ал магнийдікі 4,8 граммға тең. Осы бойынша сендерге тапсырма беріледі. Тест тапсырмаларды орындау барысында сендер осы екі типтің айырмашылығын түсіне аласыңдар. Жақсы, осымен сендерге байланысты, яғни осы металдардың қоспасына байланысты біздегі екі типті есептердің шығарылу жолы осы. Келесі сабақта көріскенше сау болыңдар.